Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында пиццериядан кем түспейтін екі түрлі пиццаны көрсеткім келіп отыр. Қандай ірімшік қолданамыз, қамырын қалай дайындаймыз, өте жұмсақ болып, сондай идеальный қамыр шығады. Қамырымызға кірісеміз. Жылы суымызды алып, тұзымызды қосып, дрожжымызды үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң илектен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және қолдың көмегімен емес, осылай венчикпен араластырып, кішкене қамырдың басы біріккеннен кейін қолдың көмегіне жүгінеміз. Қамырымызды жақсылап араластырмай тұрып, оливковый масло, зәйтүн майын қосып жібереміз. Жақсылап араластырып, қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге жауып қойып қоямыз. Арадан 1 сағат өткен соң қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөлінген қамырды өзі көтеріліп, жылы жерде тұрған соң, осылай 2 бөлікке бөліп, қамырымызды сразу бірден пергаментный қағаздың үстіне қойып, бетін жауып қойып қоямыз. Ары қарай жарты сағат көтерілу керек қамыр тағы да. Бірінші пиццамыз бізде фаршпен болады, етті пицца. Жақсылап қызып тұрған майымызда осылай жуа қосылған етімізді, фаршымызды осылай қуырып дайындап аламыз. Кішкене дәміне қарай приправа қоссаңыз болады. Мен мына жерде паприка копченый қосып жібердім. Енді арнайы моцарелла пиццаға арналған моцарелла ірімшігін үккіштен өткізіп қойып қоямыз. Қамырымыз осылай 30 минуттың ішінде көтерілген соң, бетіне кішкене зәйтүн майын қосып жіберіп, қолдың көмегімен осылай форма дөп дөңгелек етіп, пиццаның формасын дайындаймыз. Мен, достар, томат қостым. Томат менде арнайы ішінде қоспасы бар. Осындай базилик қосылған қоспасы бар томат қосып жібердім. 2 қасықты томатты үстіне жағып, дайын болған етімізді алып, фаршымызды осылай бетіне қойып шықтым. Және үккіштен өткізіліп, алдын ала дайындалған сырым ірімшігімізді осылай бетіне көмкеріп шығамыз. Достар, қызып тұрған 180 градуста немесе 200 градуста пиццамызды 12 минутқа салып аламыз. 12 минуттың ішінде біздің пиццамыз дайын болады. Бірінші пиццамыз дайын болғанша, екінші пиццамыздың салмасына кірісеміз. Менде балалар сосиска өте жақсы көреді. Колбаса қосқанды жөн көрмеймін. Сосисканы алып, тоже солай дөңгелектеп, турап қойып қоямын дайындап. Қамырымызды жаңағыдай тура қолдың көмегімен, зәйтүн маймен осылай дөп дөңгелек етіп, форма жасап шыққан соң, томатымызды 2 қасық салып, осылай араластырамыз. Араластырып, жақсылап бетіне жағып шыққан соң, сосискамызды осылай сеуіп шығамыз. Үстінен ірімшігімізді арнайы үлкен мән беріңіздер ірімшікке, өйткені моцарелла ірімшігі арнайы пиццаға жасалынғандықтан өте дәмі керемет болып шығады. Міне 12 минуттың ішінде етті пиццамыз дайын болды, етпен. Міне келесі пиццамызды салуға кірістім. Бұл 8 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пиццериядағыдан кем түспейді. Дәмі деген керемет, қамыры деген өте айтып жеткізе алмаймын. Осылай дайындап, үйде балаларыңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Дәміне қарай ащы қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалағандарыңыз. Қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Қамырының өзі
жаңағы кескен кезде, былай алған кезде пиццаның ірімшігін қараңыздар, қандай керемет иісі деген бұрқырап. Осылай бетіне аскөк пайдалансаңыздар болады. Рукола бұл жерде шөп арнайы пиццаға қосуға болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл біздің бірінші пиццамыз. Ал мынау екінші пиццамыз. Бұл пицца балалардың сүйіп жейтін пиццасы шығар. Керемет болып шығады. Бұл да өзіндік дәмімен жаңағы арнайы балаларға арналған бұл жерде сосисканы қолдандым мен. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Колбаса қосуды жөн көрмеймін. Қосса да болады. Талғамдарыңызға қарап көресіздер. Міне қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Созылып, идеально прям күшті шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше.